Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай балықтың паршынан құйрық май салып манты жасайтын боламын. Осындай болып керемет шығады. Міне менде балық паршы. Оған керекті заттарым: сәбіз, картоп, жуа, құйрық май. Осыны құйрық майды әбден ұсақтап турап аламыз, фаршымызға араластырып. Сонда дәмі керемет болады құйрық майдан. Менде кішкене сүрленген құйрық май. Осыны ұсақтап турап аламын. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Балық паршынан құйрық май қосылған манты. Әбден осындай құйрық майымызды ұсақтап турап саламыз. Дәмі деген сонда керемет болып шығады. Құйрық май салғасын дәмі керемет дәмді болады. Енді осыған сәбізімізді тураймыз қасына кішкене. Оны да ұсақтап тураймыз. Мен сәбізді көп қоспадым, азғантай қостым сәбізді. Керемет дәмді құйрық майдың сүрленген дәмі шығып, балықтың паршының дәмі білінбей қалады. Енді осыған картопымызды тураймыз. Оны да ұсақтап тураймыз картопты да. Енді қалғаны жуаны да тураймын. Қалған картопты, құйрық майымызды бәрін қосып турап жібереміз. Енді осыған мантымыздың қамырын басамыз. Менде тұз, оған жылы су қостым. Бір дана жұмыртқа салдым. Осыдан қаттылау қылдырып, қамыр басып қоям. Керемет манты шығады сосын. Жұмыртқаны қамырымыз, жұмыртқа салған қамыр езілмейді, жақсы шығады. Менде барын турап қойған паршым, картопым, сәбізім, жуам. Осыны енді қоя тұрамыз кішкене тындырып. Оған дейін паршымызға тұзымызды, бұрышымызды салып, әбден араластырамыз. Қалған қу да салып жібердім. Енді осыдан әбден араластырып қоямыз кішкене. Міне менде балық паршы, құйрық майы.
Kuyruk maydı da әбден aralashtiramız. Buruшу, tuzu bäri dämi singen 5 minutтай qo'ya turamiz kichkina. Oğan deyin qamirimizni o'rtasidan 2'ge bölüp, qamirimizni jayamiz. Ruxtavimizning ko'magimen jayib olamiz qamirimizni. Jayib atqan nanim. Осыған қазір mantımızda salып жасаймыз. Қамырымызды дайындап алып. Міне енді осыны керегімше кесіп аламыз мантымызға. Төрт бұрышты етіп, дайындап кесіп алып жатыр мантыға. Міне бәрін кесіп дайындап алдым. Енді осыған фаршымызды салып аламыз. Міне тағы бір араластырып жібердім кішкене. Енді осылай нанымызға фаршымызды саламыз. Осындай болып керемет сонда манты шығады. Енді осыларымызды түйеміз бәрін салып болғасын. Мен осындай етіп түйіп жатырмын. Өздерің қалауларыңыз бойынша түйуге де болады мантыны. Оған дейін кастрөліміздің астына суын қойып, газге қайната береміз. Мантымыздың астын, табамыздың астын майлаймыз. Майлаған табамызға мантымызды жинап саламыз барлығын. Осындай етіп барлығын жинап аламыз мантымыздың бәрін мантоқымызға салып. Қайнап атқан суымызға қойып 45 минут пісіріп аламыз мантымызды. Міне менде 2 қалақ манты шықты. Осыны енді піскен мынау міне мантыларым асты осындай болып шығады. Жабыспай. Керемет дәмді манты. Балық паршынан да манты пісіруге болады.
Сіздер де осылай балдарыңызға, үлкен кісілерге, отбасыларыңызға дайындап пісіріп беруге болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Міне осындай арасы керемет болып шығады. Міне дайын болған мантым. Бетіне ештеңе жасамадым подлепкілердің. Міне осындай болып мантымыз пісіп шығады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Рахмет, сау болыңыздар, ас болсын.